артық нәрсе көп айтамыз негізі. Өз артық нәрсенің бәрі сұрауы бар. Артық деген қажеттен тыс. Оны бір сөзбен жеткізуге болады, бірақ сен оны 3-4 сөзбен жеткіздің. Осы 3-4 сөз қажеттен тыс нәрсе айтылған сөз, бұл артық әңгіме дейді. Артық сөз көбейсе, қате де көбейеді. Қате көбейтін болса, күнәсі бар. Күнәсі де көбейеді. Күнәң көп болса, тозаққа түсесің. Сол үшін Ата ибн Аби Рабах радиаллаху анху былай айтады. Сендердің алдыңғылар дейді, салаф солихиндер, ізгі адамдар, олар артық сөзді ұнатпайтын еді дейді. Және қараңыздар, артық сөзді Алланың кітабынан басқа, Алланың елшінің сөзінен басқа, жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару, немесе өмірдегі қажетті нәрселерден осы нәрсені артық сөйлейтін болса, мұның барлығы қажетсіз артық сөз сөйледі деп санайтын дейді. Сіздер дейді, екі иықтарыңызда амалды жазып тұратын періштелер бар. Соны ұмыттыңыздар ма дейді. Немесе Алла Тағала әрбір сөйлеген сөзді жазып қояды. Алла тапсырған, рақиб пен атидке тапсырған. Сол періштелерді жоққа шығарасыздар ма дейді. Сіздер ұялмайсыздар ма? Ертең қиямет күні сіздердің кітаптарыңызды берген уақытта оның ішінде не дінге, не дүниеліктерге қатысты болмаған, яғни қажеттісіз сөздерді тапсаңыз, содан ұялмайсыздар ма? Қараңыздар, соншалықты олар Алладан қорыққан, Алланың кітабынан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетінен, жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару, өмірдегі керек болған нәрселерден басқасын, барлығы осынан басқасы артық қажетсіз нәрсе деп санаған екен. Субханалла. Бір сахаби айтады, бір кісі маған сөйлейді дейді, бос сөз, артық сөз сөйлейді дейді. Мен де оған жауап беруді қалаймын дейді. Соншалықты қалаймын, мынау ыстық күнде салқын суды ішуді қалағандай, мен соған жауап беруді қалаймын дейді. Бұл артық сөз, түсіндің ма? Керек нәрселер емес. Бірақ мен оған жауап бермеймін дейді. Не үшін? Артық сөз сөйлеп қоямын ба деп қорыққандығы үшін дейді. Ей Алла, қараңыздар. Имам Ғазали рахималлах айтады, артық сөздің былай айтқаны санап біте алмайсың дейді. Көп өте санап біте алмайсың. Құран кәрімде оны қысқартып былай айтқан дейді. Астаизу биллах ла хайра фи касирин мин najwahum. Олардың пікір таласында, ұрсуда, жанжалда ешқандай хайры жоқ дейді. Олардың сыбырлап сөйлегендердің сөздері, олардың өсек айтқандары, былай айтқанда, олардың бір-біріне сыбырласып адамдардың арасында өсек таратып, ғайбат айтып, ондай сөздерде дейді, ешбір жақсылық хайры жоқ дейді. Илля ман амара би садақатин ау ма'руфин ау ислахин байнан нас дейді. Тек қана жақсылыққа шақырумен, садақа, жақсылыққа бұйырумен дейді. Және екі адамдарды жарастыру арқылы осы сөздер ең жақсы, ең хайырлы сөздер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Мынау артық сөзден тыйылған кісіге және артық дүниесін Алла үшін жұмсаған кісіге Алланың жәннаты болсын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүйіншілеген. Қазіргі қоғамда дейді Имам Ғазали рахималлах, адамдар қарама-қайшы дейді. Артық сөз сөйлейді, артық дүниені Алла үшін бермейді дейді. Керісінше, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатпен сүйіншілеген кімдерді? Артық сөзден тыйылған адам және артық дүниені Алла үшін берген кісіге.